Аттың үстінде жүрген ағамыз, қошеметтейік. İdavmin. Allah жарылқасын, аман сақтасын, бастарың амандық, дендеріңе саулық берсін. 10 milyon десең маған, алтыннан болсын жағаң, не тілеген тілектеріңді Құдай берсін саған. Әуелі Құдай алмасын, алдартыңды шалмасын, достарың өр болсын, düşmanдарың жер болсын. Батам батпасын, батам жерде жатпасын. Қой тостағы ақсақалдардың немередерін пәледен Құдай сақтасын. Ғылымның өрінен көрініңдер, Қазақстанның сақанасынан көрінуді Алла нәсіп етсін. Ой, айтқаныңыз келсін. Ал енді батамызды алып, түлектеріміз, құрметті ауылдастар, жаңа айтып жатыр міне, бұл өте көптен күткен оқиға, шынын айтқанда. Ол жастарымыз міне осы ұлдарымыз көз алдымызда мына парктың Бейсекен аға салған парктың жанындағы өздері екі бараталарын орнатып, сол жерден түлеп жеңістеріңіздің бәрін естіп жатамыз, көріп жүрміз. Сол жерден түнге дейін ойнай тұрсыңдар, дұрыс айтасыңдар, орталарынан чемпион да шықты. Біздің жастарымыз, балаларымыз мықты, білімді, білікті, ауылдан шыққан өнерлі барлығы. Міне қойтасымыздың туын жүкпей жүрген сіздерге алдыменен мың алғыс. Енді келген түлектеріміз сіздерге осы асылу салтанат рәсіміне келіп, өздерің ашып жатқандарыңа тағы да алғыс айтамын. Екіншіден, осы келген спортшылар, сендер жеңіске жетіп, сәттілік тілейміз. Осы спортымыз ашылған, мына жердегі қақпасы жабылмай, осы полядан тағы да мықты өсіп келе жатқан кішкентай біздің үшіндеріміз спортшы болып, футболист болып шықсын. Біз осыны тілейміз. Сіздерге ақ жол, сәттілік, қайда жүрсеңдер аман болыңыздар, отбасы балалар шағырың аман болсын. Тек қана жеңістен қойтасымыз биіктен көрінеді. Бәрекелді ағам. Айтқаныңыз келсін. Ал енді ауылдастар, құрметті біздің шәкірттеріміз, құрметті біздің жан-жақтан келген, міне үлкен орындардан алғыс алған, чемпион болған азаматтар амансыңдар ма деймін. Міне бүгінгі біздің болашағымыз балалар ғой. Осы үкіметіміздің жасап жатқан кәсіпкерлердің осының бәрін ұйымдастырып жатқан жан-жақтан келген ауыл азаматтарына, өзіміздің ауылдың балаларына алғысымыз шексіз. Енді болашақта не айтамыз? Осы ойын алаңынан шыққан балалар тек қана ауылда қалып қоймай, ауданнан, облыстан, әлем чемпионы. Қазақстан чемпионы, қол шапалақтап қойсаңыз. Қаншама түлектерді футболға баулған, футболға үйреткен осы қуаныш ағамыз. Соған Әрбір жақсылықтың басында бір игі іс-шара тұрады. Сол игі іс-шараның басындағы осы қуаныш деп есептейміз ағай. Қошеметтеп отырайық. Осындай орайда қуаныштың да күні туып тұрған шығар. Ауылымыздан жақсы азаматтар, мықты азаматтар, білімді де, білікті де шыққан деді ғой. Соның бір орайласып тұрған Әділжан ағамыз. Әділжан, кеш. Ал енді Әділжан ағамызды міне тұрайық, кішкентай үлкендеріміздің барлығы таниды. Бұл жерде жастарымыз бар. Әділжан ағамыз ең бірінші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Қойтастан шыққан иә. Сонымен қатар Ридер қаласының құрметті азаматы. Биылғы жыл алды. Бұл кісінің чемпиондарында сан жоқ, қазір шығарып жатқан. Осы ауылдан көшіп Ридерге барған ағайында біздің өзіміздің Қойтастың балалары бар. Чемпиондардың ішінде қаншама Қойтастың азаматтары бар. Соған бір қошемет білдіріп қойсақ. Бізді естіп жатырмыз, ел құлағы елу дейді, қазіргі заманда естімей қалдым деген мүмкін емес. Әлі дағы ел басынан, өз қолынан алып жатқан азаматтар да бар. Соларды да шақырғанбыз, өкінішке орай бүгін келе алмай жатыр. Оларға да рахмет деп айтамыз, бірақ бүгінгі осы орайласып тұрған сәтіміз кішкентайдың футболдың ашылуына жаңа айттық қой бұл сөздің басында. Мынау енді ел боп, жұрт боп, сіз боп, біз боп, бәрімізді жақсылыққа тәрбиелеген, бізді жолға салды деп айтсақ артық емес. Осы баяни қуаныш бәрімізді қиын-қыстау кезінде оқуға түсіріп, мынау орамал том болмайды дейді. Әлі қайтарымыз көп, мынау осы азаматтардың ойын бәрін тыңдай келе, мынау жалғыз сөз мен
чектелмейді, орамал толмамайды дейді, астыңызға бір пай. Иә. Ал енді баршаңызға бір ат мінгізіп тұрмыз осы жерде. Барлығымыз қошемет білдірейік. Ал енді онда салтанатты да тарихи сәтқа куә болайық. Ал баршаға сіз бір жағынан. Bismillah. Қуаныштың арманы ет. Иә, арманың орындалуына қуаныш. Сай бәрі келді.